Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Монстер, және де біз бүгін М40 жайлы айтатын боламыз. Қандай М40? Білетін шығарсыңдар, инкубаторға М40 шайын деп жатыр, сол жайлы айтамыз. Оны көп ютуберлер шықпайды деп айтып жатыр. Енді мына инкубатордан кейін шығайын деп жатыр достар. Қуана берсеңіздер болады, ақшаларыңызды дайындап қойыңыздар. Өйткені бұл механическийден қарағанда қайда күшті, шынымен де мықты М40. Оны мен характеристикасын барлығын біліп алдым. Сол жайлы видео шығармасқа деген ойда болдым, Енді соны бүгін айтатын боламыз достар. Өте қызық болса, лайктарыңызды басып, комменттеріңізді жазып отыра беріңіздер. Ең бірінші біз оның характеристикасына келетін болсақ, өте күшті костюмдерге оның несін көрсететін боламын достар. Міне көріп тұрғандай қызыл, жасыл, одан кейін көк қызыл бар. Қызыл маңызды емес, ең жаманы десек те болады. Бір орын бас, екі дальность па, бір бәле, бір точность, минус дальность па, бір бәле. Алдарыңызда тұр әлі. Достар, қуана беріңіздер. Шынымен де менде өте күшті. Мен ВК парақшадан оқыдым, 6 күннен кейін шығады. Менде ваучер бар, соны жинайтын боламын. Ал енді видео қысқа болып қалды, оны кешіріңіздер. Жай ғана осыған хабарландыру берейін дегем. Шынымен де әйтпесе кейбіреулер ойлайды, шықпайды болды деп. Мен де ойлаған басында, одан кейін ВК парақшадан оқыдым достар. Шынымен де мен де қуанып жатырмын. Өте жақсы болды. Ал енді не дейміз? Амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар. Давайте.